90 миллион теңгеге шетелден блогерлер шақырылады. Әкімдіктің жоспарынша олар Алматыны 4 мезгілде де баруға болатын қала екенін көрсету керек. Қазір бұл күмәнді тендер туралы толық айтамын. Арнаға тіркеле сал, алматылық досыңа жібер. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. 12 сәуірде Алматы туризм бюросы шетелдік блогерлерге 90 миллион теңгеге пресс-тур ұйымдастыратын туралы тендер жариялады. Жалпы қалаға Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы, Түркия, Катар, Ұлыбритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Сингапур, Оңтүстік Корея, Қытай мен Малайзиядан 50 блогерді әкелу жоспарланып отыр. Олар Instagram мен TikTok, YouTube немесе басқа да әлеуметтік желілерге танымал travel, food блог немесе lifestyle блог жүргізулері керек. Әр блогердің кемінде 300 мың жазылушысы, 500 мың қаралымы болуы шарт. Пресс-тур 4 кезеңге бөлінеді. Олардың әрқайсысы 4-5 күннен өтеді екен. Алғашқы тур наурыздың аяғында, екіншісі маусымда, үшіншісі қыркүйекте және төртіншісі желтоқсанның алғашқы жартысында өткізілмек. Қонақтар қаланы аралап экскурсия жасайды. Қазақ халық аспаптар музейіне, Алматы музейіне, 28 Панфиловшы саябағына, Көктөбеге, Көк базарға, Шарыншат қалдына, Қайыңды көліне, мешіттер мен шіркеулер және тағы да басқа танымал жерлерге барады екен. Сондай-ақ әр блогерге эконом класспен барып қайту билеті сатып алынады. Олардың әуежайдан Алматы орталығындағы 4 немесе 5 жұлдызды қонақ үйге жатқызылу қарастырылған. Мысалы, өткен жылы олар Риксисте орналасқан болатын. Одан бөлек жеке көлік беріледі, 3 рет тамақтану, аудармашы мен контент түсіру үшін кәсіби фотограф пен мобилограф ұсынылады. Оларға сыйлықтар беріліп, әрқайсысына $1000, шамамен 450 мың теңге қаламақы төленеді екен. Енді қызық факт айтайын. Туризм бюросы қаланы жарнамалау үшін осымен 3-ші рет блогерлерді шақырмақ. Туристік тендерлар бойынша Алматы облысы көш бастап тұр. Осы жылдың өзінде танымал туристік сайттарға қаланы жарнамалау мен видео түсіруге 521 миллион теңге. Google мен Яндекс жүйесінде Visit Алматы KZ жарнамасына 106 миллион теңге. BBC мен басқа да телеарнадағы жарнамаларға 82 миллион теңге жұмсаған. Туризм статистикасы жылдан жылға туристер саны артып жатқанын айтады. Алайда бұған блогерлердің жарнамасы әсер ете ме, жоқ па, белгісіз. Біз бұндай тендерлардың бір бөлігін ғана айттық. Шын мәнінде осы секілді мемлекеттік тапсырыстар өте көп, ал олардың жалпы сомасы миллиардтаған теңгеден асады. Қазір төменге сілтеме қалдырам, материалмен толық танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.